Сонда тартылып алып қалады. Мына мен қандай болып жүрмін. Дәл мұндай қойшы болмаса, нардан артық болмасам кем болмайды деді. Бірақ бұларға қарап қаным қараяды. Кеше бұлар кім еді? Бұлардың атасы кім еді? Менің атам кім еді? Кербен кірейін алса, ақсақ түйек алдыға шығады дейді. Қазір бұлар фильм өткеннен кейінгі үнсіздік өте көп нәрсені айтып тұр. Бұл шығарма жай шығарма емес. Бұл біздің қазақтың мемлекет ретінде өлгенінің жоқтау фильмі. Бәлен түгендеп көстеңдеп сөйлеудің қажеті жоқ. Осы фильмнен кейін біздің не болғанымызды, қандай нәрселерімізді жоғалтқанымызды көзқарақты көрермен ұғады ғой деп ойлаймын. Айналамызда, қоғамда әрбірдің көзін саясатты, билік туралы біраз дүниелер ішімізде қозғалатындай. Жасыратыны жоқ, болған уақиға ғой. Басымыздан өтті ғой. Көрермен түрлі қабаттарын ашу керек, егер ашуға тиісті болатын болсын. Өнер мүмкіндік беру керек қой, сапалы тұрғыдан, көркемдік сапалы тұрғыдан және техникалық сапалы тұрғыдан. Егер сол үдеден шыға алсам, сол үдеден шығуға тырысты, мен сол үдеден шыға алсам қуат деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы мен өнер әрқашан әлеуметтік түрлі орталардың, өзім жиі айтамын, социумның үні болу керек. Өнердің ең басты міндеті ол социумның үні, әділ, объективті, мүмкіндігінше. Әрине, өнер субъективті дүние, бірақ қалай болғанда да ол өзінің автордың деңгейі, автордың көзқарасы, автордың мүмкін шеберлігіне қатысты дейміз ба. Ең басты адамның жаны ғой, сол қоғамда өмір сүріп жатқан адамның жаны сол арқылы. Оны көрсету керек, сол арқылы тілдесуіміз керек. Ол бізде бүгін сол экран. Сол кезде мүмкін біз қоғамда бір-бірімізді сәл де болса азырақ айыптарымыз. Сол кезде мүмкін бір-бірімізді сәл де болса